Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай дәмді әрі оңай жасалатын қазан кебаб тамағын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Ал бастайық. Ол үшін бізге ет қажет: картоп, жуа сәбіз, сұйық май, чеснок, тұз және кристаллик. Мына жерде лавр жапырағы, кептірілген укроп, қара бұрыш, қызыл ащы бұрыш және паприка бар. Енді қызып тұрған қазанымызға етімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып қойып қоямыз. Енді етіміз қуырылам дегенше біз чесногымызды тураймыз. Енді жуамызды тураймыз. Жуамызды турап болдық. Содан кейін сәбізімізді де турап аламыз. Біздің жуа сәбіз чесноктарымыз дайын. Картопты алдын ала ашып, жуып, тазалап алдым. Біздің картоптарымыз үлкен болмауы қажет, орташа болғаны дұрыс. Енді қызып тұрған майға картоптарымызды салып қуырып аламыз. Бұл жерде картопты пісірмейміз, тек біз екі жағын қызартып аламыз. Біздің картопымыз осындай болып қызаруы қажет. Енді оны бөлек ыдысқа салып аламыз. Біз картоптарымызды осындай әдемі етіп қызартып алдық. Ал енді етімізді қарайық. Біздің етіміз осылай қуырыла бастаған кезде оның үстіне су құйып етімізді қайнатамыз. Міндетті түрде су құйып қайнатыңыздар. Сол кезде сіздердің еттеріңіз жұмсақ болып піседі. Етімізді баяу отта 1 сағаттай қайнатамыз. Су осындай болып тартыла бастаған кезде үстіне бағанағы дәмдеушілерімізді саламыз. Содан кейін үстіне бағана туралған жуамызды, сәбізімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қазанымыздың қақпағын жауып, оттың астын басып, 30 минуттай бұқтырамыз. Бізде 30 минуттай уақыт өтті. Қазанымызды ашып, етімізді араластырамыз. Енді осының үстіне бағанағы қызартып алған картоптарымызды салып шығамыз. Картоптарымызды салып болғаннан кейін тағы да баяу отта 30 минуттай бұқтырамыз. 15 минуттан соң тағы да үстіне бір жуа турап салып жібереміз. Және қақпағын жауып, ары қарай бұқтырамыз. Жарты сағаттай уақытымыз өтті. Біздің қазан кебаб тамағымыз дайын болды. Негізінде бұл қазан кебаб тамағына қойдың қабырғаларынан жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша көк жуа, укроп, кинза салсаңыздар болады. Мен жуа салдым. Ал менің видеом сіздерге ұнаса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ардақ. Сау болыңыздар.